Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Достар, бүгін сіздерге ең дәмді және күнделікті жасауға оңай салаттардың бірінің рецептісімен бөлісетін боламын. Қолымның сәл дірілдейтіндігі бар, ешқандай мән бермеңіздер. Ендеше кеттік достар. Қалай жасалу керектігін көрсетейін. Ең алдымен осылайша сиыр етін суға қайнатып пісіріп алатын боламыз және 4 жұмыртқамыз да піскен болуы қажет. Қалған ингредиенттердің барлығы сол күйінде қосылатын болады. Ең алдымен бір пиязымызды тазалап аршып алғаннан кейін, осылайша жартай тәріздес жіңішке етіп турап шығатын боламыз. Осылайша пиязыңызды турап алғаннан кейін таза тарелкаңызға аударып алып, үстіне 1 шай қасық уксусыңызды 9%-ық және татымыңызға қарай паприка, мен 1 шай қасық паприка салдым. Содан кейін қара бұрыш, татымыңызға қарай тұз салып, жақсылап араластыратын боласыз. Осылайша дайын қоспаны пакетке салып 20 минут тыныштыққа қойсаңыз, жақсы салатқа дәм беретін болады. Ендеше барлық турау керек нәрселерімізді дайындап алайық. Ең алдымен пісірілген сиыр етін осылайша ұзыншалау, жіңішкелеу етіп, барлығын турап шығамыз. Достар, менен сіздерге бір лайфхак. Кейде ет асқан кезде, яғни бешбармақ дайындаған кезде, осындай сом еттер, піскен еттер қалып қойып жатады. Ысырап болмас үшін осындай салаттарға қосып жіберсеңіз, керемет емес пе, дәмді салат және етіңізде ысырап болмайды. Етіңізді турап болғаннан кейін кезек жұмыртқаға да келеді. Жұмыртқаны қақ ортасынан бір бөліп, содан кейін ұзынша етіп турап шығамыз. Жұмыртқаңыз көп болған сайын салатыңыз дәмдірек болады. Егер де қаласаңыз 5 жұмыртқаны да қосуыңызға болады. Осылайша барлық жұмыртқаны турап аламыз. Ендігі кезек қиярға да келді. Орташа қалыңдықта слайс ретінде бірінші турап алып, содан кейін дәл видеода көрсетілгендей ұзынша етіп барлығын турап шығамыз. Достар, мен болгар бұрышын сондай жақсы көрем. Ендеше оны да турап қояйық. Осылайша 4 бөлікке бөліп, оны да ұзынша етіп турап алатын боламыз. Барлығын жақсылап бір келке етіп турасаңыз, салатыңыз әдемі болып шығады. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта ең оңай, ең дәмді рецепттерді салатын боламын. Ендігі кезек қызанаққа да келді. Қызанағыңызды ортасынан бір бөліп, түбінен тазалап алыңыз. Егер де сіздің қызанағыңыздың ортасы сулы болатын болса, тазалап тастағаныңыз дұрыс, себебі салатыңызды қатты ылғалдандырып жібереді. Ал егер етті болатын болса, солай қалдыра беріңіз. Дәл қияр, болгар бұрышы секілді сондай формада ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Достар, сіздерде осындай қанық түстерден тұратын салаттарды жасағанды ұнатасыз ба? Мысалы, болгар бұрышының түсі, қияр, помидор, барлығы қандай әдемі табиғаттың берген керемет түстерінен тұрады. Жасағанда да салатыңыз әдемі болып шығады. Енді осылайша тазаланып жуылған аскөгіңізді, яғни укробыңызды турап шығатын боласыз. Осылайша турау керек заттардың барлығы аяқталды. Енді салатымызды дайындап бастайық. Ең алдымен туралған етімізді саламыз таза табамызға. Табаңыздың сәл үлкенірек болғаны дұрыс, себебі майонезбен араластырғанда ыңғайлы болады. Мінекей 20 минут тұрған пиязымызды салатын боламыз. Барлық дәмдеуіштеріміздің бәрі осында. Паприкамыз, қара бұрыш, тұзымыз. Егер тұзы сәл аздау болатын болса, салаттың ең соңында араластыру кезінде сәл салып жіберсеңіз болады. Мінекей жұмыртқамызды салып жатырық. Содан кейін консервіленген кукурузамызды саламыз. Және де қалған барлық туралған ингредиентті бірінен кейін бірін барлығын табамызға салып алатын боламыз. Ең соңында ғана барып,
3 ас қасық немесе өзіңіздің қалауыңызша майонезді қосуыңызға болады. Егер де майонез асқазаныңызға тиеді десеңіз, қаймақпен де араластыруыңызға болады. Сіздің қалауыңыз білсін. Мінекей осылайша барлық ингредиентті майонезбен араластырып болғаннан кейін салатымыз да дайын болады. Сондай оңай, дәмді әрі тойымды салатты сіз де жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын. Баршамызға ас болсын, достар.